Атымыз өзгергенмен айттым ғой, атымыз өзгерген жоқ. Оңай болмайды. Кезек тұрған азаматтар да енді әкімдікке бармайды. Нарыққа зейнетақы қорының ақшасының келуінің өзі, біз мысалы жаңа риэлторлар, мысалы девелоперлардың өздері, олар күтіп отыр, баға өседі. Қалай болғанда өседі? Көріп көл болмасам да мен енді айтарым, жаңағыдай тағы да айтамын. Жинақтау керек, одан ұтылмайсың. Күмәнді сейілту керек, нақты мақсат қою керек, соған бетбұрыс жасау керек. Құрметті көрермендер, жақында ғана Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өзінің атауын өзгертті. Яғни отбасы банкі болды. Енді қандай өзгерістер болады? Бұрыннан бері кезекте тұрған адамдардың жағдайы қалай болады? Зейнетақы қорындағы ақшама мен үй ала аламын ба? Жансұлтан мырза, рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Біріншіден құтты болсын. Банктың атауы өзгерді. Бұл деген түгел концепциясы өзгеруі мүмкін, функционалы өзгеруі мүмкін. Мақсат, мүддесі және де не себептен ауысты? Рахмет. Баста айтып кету керек, жалпы елімізде жылдар бойы қалыптасқан осы үйге мұқтаж азаматтарды үймен қамтамасыз ету жүйесін жалпы өзгеріс болып жатыр деп айтуға болады. Үлкен реформа жүріп жатыр. Соның аясында осы соңғы есептеге сәйкес елімізде қазір 530 мың үстінде әртүрлі деңгейлі әкімдіктерде үйге мұқтаж азаматтар кезекте тұр. Олардың басы, кезекте тұрған азаматтардың басы кейбіреулер 1986 жылдан бастап кезекте тұрғандар бар. Яғни кеңестік жүйеден осы тәуелсіз Қазақстан болғаннан бері соған өтіп, әлі де болса сол жеңілдетілген шартпен үкіметтен үйлі болам деген үмітпен тұрған азаматтар бар. Сондықтан осы отбасы банкі болып өзгеруіміздің бас себебі осы жаңа жүйеге ену, сол жаңа жүйенің ішінде біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің мемлекеттік банк ретінде осы үймен қамтамасыз ететін жұмыс істеп тұрған нақты жаңағыдай әдіс механизмдері бар банк ретінде үлкен мемлекет тарапынан, мемлекет басшылар тарапынан, үкімет тарапынан сондай міндет жүктеліп отыр десек болады. Соның аясында өздеріңіз белгілі осы биылғы 11 майдағы дағдарысқа қарсы кеңестің отырысында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырза осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің базасында толыққанды осы тұрғын үймен қамтамасыз ететін ұлттық даму институтын құру жөнінде сөз қозғады, тапсырма берілді. Соған сәйкес сол заматтан бастап тиісті дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр, әлі де болса басталып кетті. Өйткені көптеген бір күндік шаруа емес, өздеріңіз білесіздер, жұмыс істеп тұрған жүйені қайта қалпына келтіру, оны басқа жүйеге көшіру деген ол қай салада болмасын өте ауыр. Кешенді түрде оған. Кешенді түрде көзқарас керек. Сондықтан көптеген заңнамалық актілерге өзгерістер енгізіліп жатыр, енгізіліп болып қалып қалды. Одан кейін заңнаманың астындағы тиісті үкіметтің қаулылары, министрліктің бұйрықтары деген сияқты сондай құжаттардың бәрінен арнайы жұмыс тобы құрылды. Солар жұмысын жасап, қазір соны аяғына келіп қалған сияқты. Өзіңіз біліп отырғандай, осы 20 желтоқсан күні Әділет министрлігінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі енді тұрғын үй құрылыс жинақ отбасы банкі болып қайттан тіркеліп ребрендинг жүрді. Енді қарапайым адамдарға ол жаңағы түрлі құжат жағы енді аса қатты қызықтыра бермейтін шығар, бірақ та банктың атауы ауысқан кезде көп адамдарда бірден қорқыныш сезімі болуы мүмкін. Бұл не себептен ауысты екен деген сияқты енді еліміздегі басқа да жағдайларға қарай отырып қой. Әрине, мынау жалпы әлемде болып жатқан осы банк жүйесіндегі дағдарыс десек болады. Көптеген банклер жабылып жатыр, қосылып жатыр бірін-біріне. Сондықтан ондай үрей туындайтыны рас, ол сөзіңізге қосыламын. Бірақ бұл жерде отбасы банк құрылғаннан кейін бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің біріншіден атының өзгеру деп қарау керек. Тек қана жай аты өзгеру. Аты ғана өзгерді. Заты өзгермейді. Заты өзгерген жоқ. Тек қана жаңарады, жаңалықтар қосылады дегендей. Солай ғой. Себебі жалпы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қазіргі отбасы банкін айтатын болсақ, біздің жұмыс істеп жатқан негізіміз бұл тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі туралы Қазақстан Республикасының заңы бар. Сол заңға сәйкес 2003 жыл банк құрылған, қазір 17 жыл болды, 18 жылға қадам басқанда атының өзі өзгеріп жатыр. Бірақ аты өзгерумен қатар әрине бұл жерде
осы уақытқа дейін жасап келген негізгі қызмет сол күйінше бәрі қалады. Яғни депозиттері бар, бізден несие алған азаматтар бар, барлық міндеттемелер банктің мойнына алған, сол қалпында қалады. Ешқандай өзгеріс жоқ. Тек бұл жерде қосымша жаңа алдында айтып кеткендей, осыған неге елімізде осындай отбасы өзгеру, неге оған қалай келдік дегенде, сол қалай болғанда да осы еліміздегі азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің түбегейлі бір мәселесін шешу бойынша реформаның басы деп айтуға болады. Соның аясында келдік. Және де қосымша осы уақытқа дейін мысалы тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың барлығы өзінің сол тұрғын үйге мұқтаж екенін дәлелдеу үшін әкімдікке барады. Мыңғырт бес құжат жинап, коммуналдық шаруашылық бір бөлімдеріне болады, болмаса тұрғын үй бөлімдеріне барады, дәлелдейді. Одан кейін ол құжаттарды апарып жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына өткізеді. Оның бәрі растағаннан кейін кезегін күтіп, кезек келген кезде банкке келеді, ол жерде кезекке тұру керек болады. Сондай көп мәселелердің бәрін әуре-сараңға салмау үшін, яғни осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің отбасы құрылғаннан кейін ішінде алғашқы тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы деген бір құрылымдық бөлім, департамент. Кеңес беретін кәдімгідей. Жоқ, ол сондай арнайы соны айналысатын бөлім. Біздің енді күнделікті істеп жатқан жұмысымыз банк ретінде бар ғой, ол жұмысын жалғасын таба береді. Соған қосымша қазір мысалы ұйымдастырушылық банктің, отбасы банкінің ішінде ұйымдастырушылық құрылымы өзгеріп жатыр. Жаңадан бір құрылым пайда болды десек болады. Яғни департамент бола ма, ол енді жаңа жылдан кейін белгілі болады. Құрылды десек болады. Яғни сол алғашқы үймен қамтамасыз ету орталығында үйге мұқтаж азаматтар бір терезе қағидаты бойынша ешқайда бармай, яғни бізге осы отбасы банк құрылғаннан кейін жүктеліп отқан жаңа міндет бүгінгі таңда әкімдікте кезекке қою жүйесін бізге беріп жатыр. Соны алғаннан кейін, яғни тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды тіркеу, олардың есебін жүргізу, және де осы мемлекеттік бағдарламалар, мысалы Нұрлы жер бағдарламасының біз негізгі операторымыз ғой. Сол бағдарлама аясына салынған үйлерді үлестіру, сол функциялармен осы жаңа біздің банк, отбасы банк айналысады. Алдағы уақытта бұл басқарма бола ма, ол белгілі болар. Дегенмен адамдарға сіз оңтайлы дұрыс жолын тауып бердіңіздер. Бұрынғыдай жаңағы түрлі органдарға бармайды, енді қараңыз, оның екінші жағы болуы мүмкін. Яғни осыған дейін сол іспен айналысқандар, олар қысқартылды барлық жерде. Бұл оңай шаруа емес, бір қалыпқа келтіру. Қаншама жылдың еңбегі шығар енді бұл. Сіз егер ол айтып тұрған жаңа әкімдіктің тарапындағы, әкімдіктің құрылымындағы осымен айналысып келген мемлекеттік ұйымдар қысқарады деген сөз болатын болса, менің ойымша ол қысқармайды. Себебі олар сіздерге көмектесетін бола ма сонда? Әрине, басында біз бәрі бірлесіп, осы уақытқа дейін бірлесіп жұмыс істеп келе жатырмыз. Тығыз жұмыс істеп келе жатырмыз осы уақытқа дейін. Себебі олар кезекті қалыптастырады, есебін жүргізеді, үй алғандарды есептен шығарып тастайды. Содан кейін біздің мынау жаңағы Нұрлы жер бағдарламасымыз оператор болғаннан кейін сол бағдарлама аясында салған үйлерді біз салымшыларға, яғни кезекте тұрған азаматтарға ұсынатын кезде олар тізімді бізге жіберіп тұратын. Тізімді жібереді, сол тізімнің ішінде мысалы біз жаңағыдай конкурс ұйымдастырамыз балдық жүйеде. Кім қанша жылдан бері ақшаны жинады, себебі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің негізі айттым алдында заң. Ол негізі біздің өнім, ол ақшаны жинау. 3 жылдың көлемінде кемінде 50% жинау деген. Сондай жұмысты біз осы уақытқа жүргізіп келдік. Әрі қарай да енді ертең 1 қаңтардан кейін олар ол жұмыспен айналыспайды, бізге араласпағаты емес, әлі де болса да біз жұмысымызды бірлесіп, толық беріліп, түсінісіп кеткенше жұмыс жасаймыз. Бірақ менің ойымша, айтайын деген ойым, жаңа қысқарту бойынша, қандай болмасын, әкімдік болмасын, бүгінгі таңда ол кісілерде, ұмемлекеттік қызметте жұмыс қолдары әрдайым жетіспей жатады. Менің ойымша, ол осы қызметпен айналысып отқан кәсіпорындар, ұйымдар, олар жұмыссыз қалмайды. Себебі мемлекеттік қызметтің саласында, әкімдіктің құрылымында оларға істейтін жұмыс табылады деп ойлаймын. Енді осы сұхбатты көріп отырған әрбір азамат бұрынғыдай бірнеше есікті қақпай, бір жерден кеңес алып, бір жерден құжатын жинап, бір жерден дәлелдей алады, және де барлығы ыңғайланды. Реттестірілді. Бұл қашаннан бастап? Енді жылдың басынан бастап деп келесі жылдың басынан бастап. Өздеріңізге белгілі, осы келесі жылдың басынан бастап отбасы банкқа тіркелдік. Енді біздің ішкі жұмыстарымыз әлі жалғасып жатыр. Жаңалық болғаннан кейін көп жаңадан құрылымдар құрылып жатыр. Енді дайындық жұмыстар толығымен жүріп жатыр. Жаңа жылдан кейін жаңа бір терезе қағидаты бойынша біз енді өзіміз тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жаңалықтардың бәрін жариялап отырамыз ғой. Жариялап айтамыз, қай кезден бастап кім өтінім бере алатын. Бірінші кезекте мәселе сол жаңағы осы кезек осы жылдың аяғына қалыптасқан жаңағы 530 мың адам дедік қой республика бойынша.
сол кезек тұрған азаматтардың толық мәселе шешілгенше ол кезек қалады. Ол же қорқыныш болмау керек. Мен мысалы 20 жыл тұрдым, енді отбасы банкіне әкімдіктен бергеннен кейін менің кезегім ешқандай рөл болмай төмен түсіп кеткен жоқ па? Енді негізгі қорқыныш сол ғой. Ондай үрей қорқыныш болмау керек. Ол сол кезек тұрған азаматтардың себебі республика бойынша сол кезек тұрған азаматтардың жалпы базасы құрылды, электронды базасы. Оны мынау инфраструктуралық даму министрлігі сол кісілер жүргізді. Орысшасы СПП дейді. Специальный жаңа продукт, арнайы бір өнім база сол құрылды. Сол базаның ішіне барлығы кіріп тұр. Сол базаны аяқталғанша ол кезекте адамдар тұра береді, жүргізе береміз. Бірақ бұл жерде бір мәселе айтып кету керек. Сол кеңестік жүйеден қалған осы жүйенің бір кемшілігінің бірі, бұл жерде тұрғын үй қатынастары туралы заң бар. Соған сәйкес белгілі категориядағы азаматтар ғана, белгілі санаттағы азаматтар ғана кезекке тұра алатын. Мысалы, мемлекеттік қызметте жұмыс істейтіндер, бюджеттік салада жұмыс істейтіндер, әскерилер, я болмаса жаңағы әлеуметтік осал таптарға жататын 6 категория бар. Жалпы алған кезде 12 категория. Сол азаматтар ғана барып кезекке тұра алатын бұрын. Сөйтіп, мемлекет тарапынан арзандатылған жеңілдетілген шартпен үй алуға, жүгінуге олардың құқығы пайда бар алады. Қазіргі таңда жаңа реформа айттым ғой, болып жатқан. Оған сәйкес бұл жүйеден жаймен-жаймен біз кетеміз. Жалпы елімізде. Енді бұдан кейін ол жаңағы тегін үймен қамтамасыз етілетін 2 ұшақ санат қалады. Менің ойымша, енді ол жағын әлі еңбек министрлігі өздері бекітеді. Бірақ менің ойымша, оның ішіне көп балалы отбасылар, көп балалы аналар, содан кейін енді әрине жалғыз басты аналар кіре ме? Менің ойымша ол кірмейді. Одан кейін екінші үлкен санат бұл әрине жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ, яғни мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Мүгедек азаматтар, олар енді ақша табам десе де жұмыс істей алмайтын кісілерге мемлекет оларды үймен қамтамасыз етуге. Ол сол сала қалуы мүмкін. Және үшінші, және отбасында мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отқан отбасы азаматтар мүмкін солар қалатын шығар. Мен нақты айта алмаймын қазір. Сол саладағы, сол 3 санатқа кіретін кісілер мүмкін мемлекеттен тегін жаңағыдай сатып алу құқығынсыз үй алуға олардың құқығы қалатын шығар. Қалған кісілердің барлығын біздің республика азаматтарының бәрінің мүмкіндігі бірдей болу керек. Яғни жаңа айтып отқан әр категорияға жатпаған жағдайда да, мысалы бір салыстырмалы түрде айтатын болсақ, сіз мысалы бюджеттік салада жұмыс істейсіз. Сіздің 3 балаңыз бар. Сіз яғни жаңағы осы уақытқа дейін жұмыс істеп тұрған заңға сәйкес кезекке тұрған мүмкіндігіңіз бар. Тұрасыз, сөйтіп ары қарай жаңағы өз ретімен заңға сәйкес үйлі болуға жүгініп жүре бересіз. Ал бір кісі мысалы осы ресторанда даяшы болып жұмыс істейді. Оның да 3 баласы бар. Бірақ ол көп балалыға жатпайды, 4 баладан басталады. Ешқандай кезекке тұратын категорияға, санатқа жатпайды. Санатқа жатпайды. Яғни ол қайда бару керек? Оның да табысы сол жаңағы егер бюджеттік салада, мысалы балабақшада жұмыс істейтін жаңағы кісімен айлығы бірдей. Бірақ көрдіңіз бе, бұл жерде әділетсіздік болып тұр осы уақытқа дейін. Қалай болғанда? Жай ғана әділетсіз емес, конкретный әділетсіздік. Сол мәселені болдырмау үшін осы елімізде қазір үлкен реформа басталып жатыр. Яғни осыдан кейін, жаңа айттым, кезек тұрған азаматтар олар уайымдамау керек, олар қалады. Кезекте олардың бәрі толығымен олардың бәрін жұмыс істеп, әрқайсысымен кездесіп, сол мәселесі шешілгенше ол кезек сақталады. Одан басқа қалған азаматтардың барлығы осы отбасы банкінің аясында болашақта болатын жаңа жұмыстарымыз айтып жатырмыз. Ол жерде мынау нұрлы жер бағдарламасына қолжетімділік сатысы деген ұғым енгізілді. Яғни әр отбасы өзінің табысына сәйкес белгілі мөлшерден төмен болатын болса, жан басына шаққан кезде. Мысалы, жұбайынікі, келіншегінікі бар. Ресми бұл. Ресми. Бұл жерде айтып кету керек, ресми табысы бар, яғни еңбектік және кәсіпкерлік іс-әрекет деп аталады. Сол табысты жан басына шаққан кезде белгілі мөлшерден төмен болса, үкімет белгілеген мөлшерден, яғни ол отбасының арзандатылған, жеңілдетілген шартпен үй алуға жүгінуге толық құқығы бар. Ешқандай кезекке тұрмай-ақ, яғни сондай азаматтар болашағында жаңа біз айтып отқан банктың, отбасы банкінің құрамында құрылған алғашқы тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы бар ғой, сол орталыққа хабарласып үйлі болуға болады. Яғни бұл жерде айтып кету керек, басында сол отбасының үйі жоқ. Яғни ол отбасының басында жылжымайтын мүлік, білмеймін, бір 5 жылдың көлемінде ма тіркелмеген, сондай отбасылар хабарласа алады. Яғни бұл мемлекеттің беріп отқан шансын бір-ақ рет пайдалануға мүмкіндік беріледі. Себебі әрқайсының отбасының бәрін баспасына пәтермен
жеңілдетілген шартпен қамтамасыз ету ол мүмкін емес нәрсе. Мысал ретінде айтып отырайықшы, мысалы жас жігіт немесе енді үйленейін деп жүрген жігіт дейік, қазір жастардың арасында ажырасу көп деп жатамыз, басқа дейміз. Негізгі себептердің бірі осы үй, бәрібір осы мәселеде мен жаңа сөзім соған келтірген едім, менің аузымда сөз айтып қойдым. Өте жақсы. Отбасы банк деп не қылғаннан кейін осы уақытқа дейін ол шындықты айту керек қой, қалай болғанда да. Жаңа өзіңіз айтпақшы, жеңілдетілген шартпен үй алу үшін белгілі бір жаңа талаптарға сәйкес келу үшін шартты түрде болса да көптеген отбасылар ажырасып жатады. Шартты түрде де және де ол мысалы үй болмаған жағдайда үй жоқтың күйі жоқ дегенде үй мәселесі болмаса көптеген отбасылар 3 жылға дейін мысалы тарап кетіп жатады, ажырасып кетіп жатады. Сол мәселені болдырмау үшін отбасы банктің басты бір қағидасы, басты ұстанымы сол отбасылық құндылықтар, отбасының тұтастығы. Соны қайта осы қоғамымызда сол отбасы мемлекеттің негізі екенін соған ары қарай жалғастырып, үгіт насихат жүргізіп, сол ұғымды нығайту үшін осы отбасы банкінің бір бағыты деп айтуға болады. Сол арқылы адам баспаналы болғалы отанға деген сенімді арттыру. Отбасы, отан отбасынан басталады деген сөз бар ғой. Сол жұмысымыз. Сондықтан жаңағыдай осы отбасы банкінің аясында жаңағыдай ажырасуларды болдырмау, қалай болғанда жас отбасылардың барлығын мүмкіндігінше заңның аясында үймен қамтамасыз етуге біз жұмыс жасайтын боламыз. Мен жаңағы сұрайын дегенім, мысалы үйленгелі жатқан жігіт немесе тұрмысқа шыққалы жатқан қыз алдын ала өтініш білдіріп, алдын ала тіркеуге тұрып, жаңағыдай кезекке тұруына мүмкіндіктер бар ғой? Әрине бар. Әрине бар. Ол біздің жоқ міндетті түрде үйленгеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін ғана бару керек деген ондай түсінік. Және де біздің банктың осы қазір жұмыс істеп тұрған, айттым ғой, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің аясында жұмыс істеп тұрған біздің өнімдеріміз, жаңағы бағдарламаларымыз, олар сол тобымен қалды. Бізде мысалы үйленгендердің 3 жыл болмаған отбасыларға егерде сол соңғы 1 жылдың ішінде 50%-ын әкеп салса, жинаса, онда пайыздық мөлшерлеме төмен болады. Сондай шамалы ынталандыратын бағдарламалар бар. Себебі сол жаңағы осы реформаның аясында жалпы айналып келген кезде біздің жастарымызды қаржылық сауаттылыққа үйрету, ол да мысалы біздің жұмысымыздың бірі. Себебі өзіңіз айтпақшы, тек қана адам азамат болып тұрғаннан кейін отбасында бұл әңгіме қалыптасу керек, қалай болғанда да. Ертең мысалы жастар ертең үйленген кезде әке-шешесі менің ойымша айту керек. Ертең олар да бөлек шығады, отбасы құрады өзінің, үйлі болады, сол кезде қайда тұрам деген нәрсе ол күнделікті айтылу керек. Жаңа үлкен реформаның басы қазір енді нақты ертеңнен басталып кетті деп айта алмаймыз, бірақ соған біз қадам-қадаммен келе жатырмыз. Мысалы көпшілік жағдайда қазір үлгі ретінде мына Сингапурдың моделін қабылдаймыз ба деген соған әртүрлі енді мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан соған жұмыс жасалып жатыр. Оның артықшылығын айтатын болсақ, ол жерде мынау күнделікті біздің тапқан табысымыздан төлейтін салықтарымызды соны реформалайды. Яғни біз қазір зейнетақы қорына ақша төлейміз, әлеуметтік сақтандыру қорына төлейміз, одан қалды біздің табыс салығымыз ұстайды, сондай айлықтан тапқан ұстаймыз ғой. Соның ішінен соны реттеп отырып, сол айлыққа түсетін салмақты көбейтпей, бірақ бір бөлігін, мысалы университет бітірген жас бала жұмысқа тұрғаннан бастап, сол тапқан табысынан бастап, бір бөлігін өзінің үйіне деп мемлекетке ол салық ретінде төленіп отырады. Көрдіңіз ба? Бұл өзде қазіргі уақытқа дейін бұл өз еркінде болса, мысалы ақша жинамау. Бұл жерде жаңадай қамтамасыз ету үшін сен онда ертең мемлекеттен тегін үй сұрамау үшін бүгіннен бастап өзің болашағын ойлап, оған дайындалуың керек. Соған келе жатырмыз. Ол келеді, Құдай қаласа. Ол жүйеде мен 1-2 жылдың еншісінде шығар, енді оны толық айта алмаймын, себебі ол біздің банкке ғана байланысты емес, ол көпшілігінде үкіметке, біздің еліміз мемлекеттің заңдылықтарына сәйкес сол келеді жаймен. Бірақ сол модель келеміз, жаңа көрермендердің құлағына салып жатқан болашағында соған келеміз. Ақырындап соған дайындалсын, психологиялық тұрғыдан да басқа да естіп жүрсін дейсің. Оған келгенше бүгінгі таңда жаңағыдай жастарымыз айтып тұрсыз ғой, ол әр жастар ойлану керек, қалай болғанда. Себебі мына тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бүгінгі таңда осы елімізде жұмыс істеп тұрған, үймен пәтермен қамтамасыз етудің бір нақты жұмыс істеп тұрған жүйесі. Басқа жоқ. Әрине біз бәріміз бүкіл механизм қарастырылған, ойластырылған, дұрысталған. Себебі бәріміз де пендеміз, бәріміз ойлаймыз, бір жерден бір төбеден бір қап ақша түсе қалады. Құдай қаласа. Немесе үкімет маған тегін үй береді, мен сөйтіп ертең үйлі болам. Құдай қаласа көреміз деп жүре беретін, енді бәріміз пендеміз сондай болады. Бірақ ол заман өтіп бара жатыр. Себебі біз қалай болғанда қадам-қадаммен күнделікті нарықтық экономикаға, еркін нарық жаңағы экономикасына біз кіріп келе жатырмыз. Одан біз кері жүрмейміз. Баяғы кеңестік жүйеге болмаса жаңағы
реттеліп отыратын экономикаға біз келмейміз. Қалай болғанда ашық нарықтық экономика жатып, сондықтан да әргі азамат дайын болу керек, өзіне ғана сену керек. Бірақ сол сенген кезде мемлекет сені жалғыз тастап кетеді деген нәрсе емес, қолынан келгенше көмек береді. Яғни 18-ге толдың ба, әке шешесі өзі мысалы егер өз қадамымен келетін болса, оған сәйкесінше жаңағыдай тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінен мыңдаған қазір жолы бар, келіп депозит ашу керек. Депозит ашу тегін, ешқандай ешқанша алмайды. Банкке келудің қазір қажет жоқ. Себебі бүгінгі таңда біздің жұмысымыздың онлайн форматқа өтіп жатқан жұмыстардың нәтижесі, мысалы әркімде қазір смартфон бар, смартфонның ішіне тұрғын үй құрылысы 24 деген біздің қосымшамыз бар, соны жүктеп алуға болады. Болмаса банктен сайтына звондап, видеобанкингке жүгініп, сол арқылы депозит ашуға болады. Дегенмен үлкен кісілер мынау аға буын оған әлі аса қатты үйрене қойған жоқ қой, жаңағы онлайн барлығын жасауға, бәрібір менеджермен кездесіп, жаңағы әйтеуір сұрап алғанды жақсы көреді, қыр-сырының барлығын. Жоқ, ол жұмыстардың бәрін біз толығымен көшіп кеткен жоқпыз ғой. Мен жастар туралы айтып жатқаннан кейін, жастар соған дайын болу керек. Олар жаңашылдыққа жақын тұрады бір қадам. Үлкен кісілер өзіңіз айтпақшы, үлкендерімізге қарағанда. Сондықтан олар соған дайын болу керек. Одан басқа жас отбасыларға енді бұл кеңес ретінде айтатынымыз біздің күнделікті. Мысалы, көптеген сұрақ туындап жатады, осы тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінден жинаған неге тиімді деген. Соның бір тиімді жолының бірі, біріншіден бұл біздің жаңағы салымшыларға мемлекеттің қолдауы. Яғни ақша жинаған азаматты мемлекет жалғыз тастап кетпейді. Банк тарапынан жыл сайын мысалы 2% банктық мөлшерлеме үстемақы қосылса, одан қалды 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жинаған ақшасына мемлекет 20% тегін, депозиті тезірек жиналсын, 50%-на тезірек жетсін деп мемлекет тегін ақша беріп отырады. Ол мысалы басқа банкте жоқ, себебі біз мемлекеттік банкпіз, ол мемлекет өзінің салымшыларын, яғни үймен қамтамасыз етуге жағдай жасап жатқанның бір көрінісі. Жаңағы сұраққа қайтып келген кезде, мысалы жас үйленейін деп жатқан жастар ғана ойланбау керек. Бұны жас үйленген азаматтар балалары мектепке, балабақшаға барған кезде мен ойымша әр отбасы ойлану керек. Себебі бүгінгі таңда біздің банкте 180 мыңның үстінде не бар, жаңа туылған нәрестелігі ашылған депозиттер бар. Яғни шектеу жоқ. Неге осы банкте жинаған тиімді деген кезде біз көпшілігіне отбасылық пакет деген ұсынамыз. Себебі мемлекет төлейтін сыйақы жылына бір рет, яғни жылдың басында төленеді. Бір жылдың нәтижесі бойынша қазір 31-не дейін ақша салған азаматтардың ертең қаңтар бойы есебі жүргізіледі. Ақпан айында олардың әрқайсысына бүгінгі таңда 111 мың ақша түседі. Өйткені 200 айлық есептік көрсеткіш 505 мың болса, яғни соған 111 мың мемлекет ақша береді тегін. Осы жылдың соңына дейін, 31-не дейін ақша салса 500 мың, мысалы, я болмаса жыл бойы жинаса, сондай соманы, я бірден бір мезетте әкеп салса, яғни соған 111 мың мемлекет қосып береді. Яғни бір отбасын мысал ретінде алатын болсақ, әкесі бар, анасы бар, жұмыс істейді, 3 баласы бар. Енді үй аламыз деген үміттері бар, мүмкін басында үй бар жоқ, бірақ жылына шалып айтқан кезде 2 миллион жинауға олардың өзінің жоспары бар дейік, нақты. Әкесінің атында жалғыз депозит болып жинаса 2 миллионды. 2 миллионға мемлекет өткені бірақ бірегей есепшот болғандықтан 111 мың бір рет беріледі. Көрдіңіз ба? Ал егерде сол 2 миллионды жалпы жинап алатын жағдайы болып 5 есепшотқа бөліп тастаса 500 мың, 555 мың ақша алады. Көрдіңіз ба? Яғни әр бірегей есепшотқа мемлекет тарапынан жаңа 200 есептік көрсеткіш жинаған ақшаға 20% сыйақы беріледі. Кейбір адамдар былай ғой, олар осы ақшаны былай түсінеді, депозит ретінде 20% дегенде ешкім мысалы депозит бермейді ғой. Коммерческий банкке барып жаңа салсаңыз, жылдың көбінде сізге 10% қосып үстеме береді. Бұл жерде 20% онға да жетпейді кейде. Оны шешіп алам деген ой жоқ. Егер сіздің салдыңыз ба, 3 жылға дейін ол ақшаны алуға болмайды. Алсаңыз мемлекетке қайтып беруіңіз керек. Яғни сіздің депозитіңіз 3 жыл толғанша заңға сәйкес сіз ол ақшаны шешіп ала алмайсыз. Ақшаңызды алып кетуіңізге болады, бірақ өзіңізді салған. Мемлекет берген сыйақы ол тек қана 3 жылдан кейін ғана егер үй жағдайын жақсарту үшін ғана. Соған берілген. Жоқ, кейін алуға болады ақшаны. 3 жылдан кейін ғой. 3 жылдан кейін егер сіз одан басқа бір үйлі болып қалдыңызда, сізге ола жаңағыдай осы жүйеге қатысу, несие алу қажет жоқ болса, ақшаңызды шешіп алуыңызға болады. Ал егер мен мысалы 3 жылға жетпей өз қаржыма үй алып қоятын болса, мен мысалы сол ақшаны мен қосымша үй ала аламын ба, мысалы сол жата береді? Жата береді, ешқандай шектеу жоқ. Бұл жерде атыңызда үй бар екен, үй алып қойған екенсіз осы бір жылдың ішінде деп. Ол көпшілігінде ол жаңағы ондай шектеулер, айтып тұрмын ғой, мемлекет бір-ақ рет мүмкіндік береді кезекте тұрған азаматтарға бүгінгі таңда. Соларға үй беретін кезде, осы мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы қатысатын кезде ол жерде шектеу бар. Яғни
кезекте тұрған деген сіздің статусыңыздың өзі сіздің атыңызда үй жоқ дегенді білдіреді. Иә. Иә, яғни сіздің атыңызда үй болмау керек. Яғни Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында кезекке тұру кезінде де шектеу бар, өзіңіз білесіз. Белгілі жыл есепте тұруыңыз керек осы жерде. Ал егер Шымкенттен алғым келсе ше? Жоқ, мен айтайын деген, сол мемлекеттік бағдарлама қатысатын кезде сіз бір-ақ рет қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Иә. Ал мемлекеттік бағдарламамен үй алдыңыз, мысалы, қатыстыңыз, жинадыңыз, үйлі болдыңыз, одан кейін сіз 50%-ын жинап, жаңа мемлекеттің көмегімен жинап, Шымкенттен аласыз, Алматыдан аласыз, Қостанайдан аласыз, өзіңіз білесіз. Ол жерде шектеу жоқ. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде артықшылық осында. Жалпы енді бұл жөнінде біз күнделікті өзіміз сіздің бағдарламаңыздан, осы эфиріңізден басқа орталық каналдардан неден көпшілік беріп жатамыз. Мен тағы айтам, ізденген адамға біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, қазір отбасы банкінің сайтына кірсе толық ақпаратты берді. Иә, одан кейін тағы да көрермен мобильді қосымша. Қазір өте жеңіл, ыңғайлы болған. Осыған кішкене тоқталайық. Смартфон бар әркімде. Соған кіріп не алуға болады. Болмаса біздің отбасы банкінің тағы бір артықшылығы, бұл жерде біз заңды түрде өзіміздің қаржы агенттерімізді тартуға мүмкіндігі бар жалғыз банкпыз. Яғни осы тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін насихаттап, өттеп халыққа жеткізетін бізде 1200 үстінде республика бойынша біздің қаржылық консультанттар, кеңесшілеріміз бар. Нұр-Сұлтан қаласында 200 адам бар. Олар сізге кеңес беріп, сізді осы жүйеге тартып, толық түсіндірген үшін сізден ақша алмайды, біз ол кісілерге ақша төлейміз. Мен сол айтайын дегенім, сол кісілердің барлығының басында осыдан бір 5-6 жыл бұрын бастаған бір қызды білем, қазір 2-3 пәтер алып алды, осылай жұмыс жасай жүріп. Әрине. Қандай мүмкіндік деймді бір жағынан. Жұмыссыз жүрген адамдарға ол жақсы мүмкіндік. Өте үлкен мүмкіндік, иә. Ең бастысы сен бүкіл ақпаратты біліп ал, сол ақпаратпен елмен бөліс. Ал үй алғысы келетін қазақтар өте көп. Көп. Көмектеседі содан кейін. Халықтың саны өсіп келе жатыр ғой. Халықтың саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. 2003 жылдан бастап жылдық өсім 400 мың бала дүниеге келіп жатыр. Ол ары қарай өсіп жатыр, өзіңіз білесіз. Сондықтан ол сол жылы туылған балдардың бәрі көпшілігі осы 22 жылдары 22-23 жасқа келеді. Олар отбасы болады, солардың бәрі үйлі болу керек. Сондықтан бұл тоқтамайтын процесс. Үй әрқашанда керек. Баспана енді ол барлығының негізі ғой, жаңа сөзіміздің басында айтып кеттік. Сондықтан осы жүйені дұрыс пайдалану керек, түсіну керек. Жаңағы қаржылық кеңесшілерді енді қазіргі таңда мынау онлайн форматта қызметтердің өсуіне байланысты, олардың енді санын ары қарай біз өсірмейтін шығармыз енді. Себебі оның керегі де қажеттілігі болашағында болмай қалуы мүмкін. Бүгінгі таңда ол жүйе жұмыс істеп тұр. Оған келетін азаматтардың барлық қойылатын талап кішкене осы жоғары білім болу керек. Және де енді қазір көпшілігінде оңай біз оларды оқытамыз бір ай. Оқытқаннан кейін әрине олар тест тапсырады, өзінің оқыған білімін дәлелдеп, содан кейін ол біздің банктың, отбасы банкінің қаржылық агенті болып ары қарай жұмыс жалғастырады. Оғанда әр көшеден келген азаматты ала алмаймыз, себебі ол банктың бетпердесі, айнасы. Барған кезде сіз бренд амбассадоры ғой, былайша айтқанда. Иә, бренд амбассадор, ол келіп сізге дұрыс қызмет бермесе, айтасыз, мынау кімді алған жұмысқа. Иә. Ол жағы да бар. Сондықтан біз оларды әбден дайындаймыз. Бірақ жақсы мүмкіндік, қаржылық біздің консультанттардың табыстары да ол өздерінің несіне күнделікті аяғымен жүріп, осы жүйеге тартқан ақшаға байланысты. Өйткені қанша ақша тартты? Құпия болмаса білуге бола ма, мысалы? Сол агенттер, мысалы, сіздермен қандай келісімшарт? Келісімшарт болғанда олар бізден жаңағы бір адам тартса, жаңадан келісімшарт аша, жаңадан болмаған адамдан, мысалы, ол адам өмір банкке хабарласқан жоқ, оның атында есепшот болған жоқ. Соған мысалы 3 мың төлейміз. Бір адамға 3 мың. 3 мың. Ашқан үшін. Ашқан үшін тек 3 мың төлейді. Одан қалды сол адамнан келіп түскен ақшадан оған белгілі мөлшерде оған пайызы соған айлық ретінде кетіп тұрады. Есептеңіз, мысалы сіз егер оның базасында 1000 адам болатын болса, сіз миллионер боласыз. Ол енді нақты. Бәріміз мүмкін агент болып кетеміз, жоқ, өте күшті. Ол жұмыс бар, ол жүріп жатыр. Мен ол агенттердің жаңағы жұмысының қызықтылығын емес, олардың атқаратын функциясын айтқым келеді. Әрине. Ол кісілер осы отбасы банк аясында олардың қызметі ол қазіргі таңда күннен күнге кеңіп келе жатыр. Бұрын тек кеңес беріп, жаңа қызмет, жаңа сізге келіп жаңадан есепшот ашып, депозит ашып беретін болса, бүгінгі таңда олар осы онлайн қызметтерді дамытудың арқасында біздің банктың олар бүгінгі таңда сізден кредиттік өтінімді қабылдай алады. Яғни сіз үй алуға өзіңіз консультант барды, депозит ашты, ақшаңыз жинадыңыз, салдыңыз. Енді сіз мысалы қазіргі таңда осы пандемия басталғаннан бері біздің банкке кіру үшін сіз онлайн бронь, яғни кезегіңізді алдын ала белгілеп қойыңыз, қай күні келетініңіз кіру үшін.
Көрдіңіз ба, ал кіру деген ол жерде мысалы күніне біздің осы Астана қаласы, Нұр-Сұлтан қаласын алатын болсақ, бір шарықтау шегіне жеткен кезде 2000 адамға дейін келеді күніне. Қазіргі таңда жалпысы 850 мен 1000 адам ортасында адам келеді. Көрдіңіз ба? Оның үстіндегі адамдар, яғни олардың барлығы алдын ала, егер бүгінгі таңда сіз сайтқа, біздің сайтқа кіріп кезек белгілейтін болсаңыз, 31 орын жоқ. Көрдіңіз ба? Себебі адамға көп, уже 2 аптаға дейін мысалы уже уақыт жоқ. Енді мен қалай кіремін сізде? Сондықтан кіру үшін ол мысалы сіздің баратын қызметіңіз тек қана жаңағы қаржылық агенттердің функционалында жоқ болса, сіз барасыз. Ал қалған нәрсенің бәрін жаңағы агенттер, сіз агентке звондайсыз, сайтқа кірдіңіз, біздің жаңағы кеңесшіге звондадыңыз, ол сізге мысалы осы жер десеңіз, кафе десеңіз кафе, жұмыс десеңіз жұмысыңызға, үй десеңіз ыңғайлы болса үйіңізге келеді. Сөйтіп сізге сырттан қызмет көрсететін мысалы барып, сіз ішіға барудың қажеті жоқ. Және де толық жаңа депозит ашып бергеннен кейін олардың көпшілігінде жаңағыдай алдын ала сіздің табысыңызға сәйкес қандай сомаға сіз үміткер бола аласыз, соны есептеп береді. Мысалы, Ләйла Сұлтанқызы сіздің ресми табысыңызды өзіңіз көрсетесіз, көрсеткеннен есептеп береді. Мысалы, сіз 20 миллион алуға мүмкіндігіңіз бар, сіз болды, банкке барудың қажеті жоқ, 20 миллионға үй іздейсіз. Үй алғаннан кейін, сәйкесінше, содан кейін барып, бірден барып, тек құжат тапсыруға ғана банкке барасыз. Қазір жаймен бұл қаржылық агенттерден бөлек, қаржылық кеңесшілерден бөлек. Оларға мысалы бүгінгі таңда енді осы соңғы аптаның ішінде бастадық. Видео жаңағыдай депозит ашу мүмкіндігін беріп жатырмыз. Яғни смартфон болса, қасыңызда сіздің жеке куәлігіңіз болса, яғни қаржы консультантына енді бармай-ақ, енді онымен кездеспей-ақ, өйткені қазір пандемияның кезінде адам кездесу, әлеуметтік арақатынасты ұстау деген мәселелер бар ғой, қауіпсіздік деген бар. Сондықтан депозитті енді былай бұрын жаңа сайтқа ғана звондап ашуға бұл жылдың басында ол функция болса, енді консультанттарға, кеңесшілерге звондап та алуға мүмкіндік бар. Ондай қызметті қазір енгізіліп жатыр. Құрметті көрермендер, жалпы отбасына мысалы әр мүшесіне үй алу, пәтер алу және оған ақшаны жинау тек қана отбасылық банкке ғана, яғни сіздерде ғана өте тиімді де оңтайлы жолы қарастырылған. 100% сеніммен айта аламыз. Сенім айта аламыз, себебі бұл жаңағыдай жарнама ретінде емес, себебі мен мысалы осы жүйеге келген жұмыс істеп жатқаным 5 жылдай болып қалды, 4 жыл асып бара жатыр. Соған келген кезге дейін, мысалы, мен де банк саласында істедім, ана саласында істедім. Әркімде бәрі жаңағыдай өзіңіз айтпақшы, күмән болады. Қалай екен деп. Ішіне келіп көргеннен кейін мен айтар едім, біздің жұмыс бір жағынан жауапты, екінші жағынан сауапты. Себебі біздің қойып отқан миссиямыз әрбір қазақстандықты, мысалы, отбасымен қамтамасыз ету, соған жағдай жасау. Сондықтан ішінен көргеннен кейін мен күнделікті жұмысым ретінде мен салыстырам басқа екінші деңгейлі банкі бар, я болмаса елімізде жұмыс істеп тұрған үй алу үшін қандай басқа жұмыс істеп тұрған нақты механизм бар. Соны қараған кезде бұл жүйеден артығы жоқ. Бұл жүйені тағы да бір еске салып кететін болсақ, заңға сәйкес негізгі біздің өніміміз, яғни алатын үйдің сіз бағасын белгілейсіз өзіңіз, яғни 10 миллионға бастаған кезде 1 бөлмелі үй алам деп 10 миллион жобасында болса, яғни сол 10 миллион жинайым деп, соның 50%, яғни 5 миллион жинайым деген өзіңізге мақсат қоясыз. Сөйтіп 10 миллионға, 5 миллионға сіз мысалы жаңағыдай кеңесші арқылы болсын, сайт арқылы депозит ашасыз. Сөйтіп сіз сол 5 миллионды 3 жылдың ішінде жинап шығуыңыз керек. 3 жыл деген уақыт қазіргі таңда. Бала еді, ойбай 3 жыл жинау керек, ұзақ екен, көп екен дейді. Шындап келген кезде 3 жылды көз жапшыған. Кеше ғана 1 қаңтар еді, мына айналып келді, тағы 1 жыл бітті. Сондықтан уақыт зымырап өтіп кетеді, оны ешкім тоқтата алмайды. Бастысы мақсат қою керек, соған ұмтылу керек. Жаңағы енді сіздің сөзіңізге 3 жылдың ішінде 50% жинақтаған адамға тұрғын үй займ беріледі. Яғни 5%-бен бүгінгі таңда нарықтағы ең төменгі осы тұрғын үйде ипотекадағы ең төмен жаңағы пайыз мөлшерлемен несие алуға мүмкіндік болады. Бұл 3 жыл деген қатып қалған қағида емес, ол ең төменгі мөлшер. Одан кейін ары қарай сіз 3 жыл, 5 жыл жинай беруіңізге, 10 жылға дейін жинай беруіңізге болады. Мысалы 10 жыл жинайтын балаларына дұрыс түсініп мектепке барған баласына, болмаса орта жастағы мектеп баласына ертең ол мектеп бітіреді, институт бітіреді, содан кейін үйлі болады деп арнайы депозит ашып жинаған, арнау деген бізде қазір сондай түрлі бағдарламалар бар. Енді шын айтқанда ол шартын бұзбай жинаған жағдайда 10 жылдың ішінде жинаса, пайыздық мөлшерлемесі 3,5% болады. 3,5% деген бізде ресми инфляция деңгейі қазір таңда 6% болатын болса, сол инфляция деңгейінен төмен, яғни ондай ақшаны білмеймін, көкеңізде бере алмайтын шығар, шындап келген кезде. Тегін алғанмен тең. Яғни жоқ, арнауда 2%-бен де алуға болады. Арнау бағдарламасына 10% жыл жинаған адам 2%-бен алады. Ал егер сол арнау емес, жалпы
5 жылдан артық ұзақ жинаған азаматтарға ұзақ жинасаң пайыздық мөлшерлеме төмендей береді деген сөз. Түсіндіңіз бе? Сондай артықшылықтар бар жұмыс істеп тұрған. Жаңа жинақтау мәселесіне келетін болсақ, бәрі ойлайды, ой, менің табысым жақсы болса, мен 10%-ын мысалы қорықпай бөліп беріп жинай береді. Иә. Ондай ол жалған ұғым деуге болады, жалған сенім, ондай жоқ. Біз күнделікті көріп жатырмыз ғой. Иә. Шын мақсат қойған адам, үй жоқ адам, мысалы 4 жерде жұмыс істеп жүріп, үйдің отбасына мысалы жұбайы жоқ аналар үйлі болып жатыр. Мысалы мемлекеттің аяғы 4 жерде жұмыс істеп жүрсе де мақсат қойды, шын үй керек. Оның мысалы көпшілігін ар намысы, біреуден барып қарыз сұрауға, көшеден қайыр сұрауға жібермейді. Сондықтан мен балаларымды қамтамасыз етемін деп тапқан табысын мысалы жіберіп отыр. Ол жинаған ақшасына әрине жаңағыдай мемлекеттен көмек сыйақы беріледі, банктен пайыздық мөлшерлеме беріледі. Жинақтауға келген кезде мысалы, ой, банкке барып ақша салу керек. Кредит сияқты. Бұл жерде мысалы депозит ашқаннан кейін 1-мен 30 болса, бір айдың ішінде қай күн ақша салады, сол жерде шектеу жоқ. Мысалы 5 күні келсең кешігіп қалдыңыз деген жоқ. Сондықтан ақшаны апарып салу кассаға ол да болады. Я болмаса біздің сыртта тұрған қазір Астана қаласында 18 біздің терминалымыз бар. Соларға арқылы ақша салуға болады. Я болмаса қазір айтып жатқан жаңа біздің мобильдік жүйенің ішінде автотөлем деген не бар, функция бар. Автотөлемді орнатып қоясыз. Мысалы сіздің айлығыңыз біріне түсетін болса, 2 күнге мысалы 5000 теңге ай сайын менің депозитіме кетеді деп өзіңіз тапсырма беріп қойасыз, төлем тапсырмасын болды. Ол автомат түрде айлығыңыз түсті, сіздің 5000-іңіз, 10 автомат түрде кетті. Бір айдан кейін сол 10 сіз өмір сүріп кетесіз. Ол сіздің байқалмай қаласыз. Байқалмай қалады. Өйткені ол практикадан бәріміздің атымызда несие бар. Мен де ақша жинадым осы жүйеде, үйлі болу үшін. Сондықтан ол бір айдан кейін сіз мысалы сол жаңа жинап отқан ақшаңыз депозит ол далаға кетіп отқан жоқ, сіздің өзіңіздің болашағыңызға кетіп жатыр. Сіз бір айдан кейін ақ үйреніп кетесіз, сол кетіп жатқан 10 000, 20 000 сіз күніңізді көресіз. Көп болса бір тойға бармай қаларсыз. Бір көйлек алмай қоярсыз. Бір көйлек алмай қаларсыз, шындап келгенде. Ол көйлек бір келгеннен кейін шынымен ілініп тұрады, ол киілмей қалады көп. Енді айып етпеңіздер, әйел адамдардың жағынан айтатын болсақ, сондай ғой енді, ол өмірдің заңдылығы, оның кемшілігі емес. Бірақ сол көйлексіз ақ мысалы сіз жаңағыдай неғылуға болады. Жаңа жастарға айтарым, мысалы тағы бір кеңес ретінде өмірлік тәжірибем десем болады. Ақша жинау мәселесіне келген кезде даже сол мақұл ай сайын 5000-ді 10 000-ді мен мысалы қалай берем оны, үсіп берген кезде маған көрініп қалады дейді. Оны мысалы күнделіктен бастау керек. Теңге тиыннан құралады дейді ғой, миллионда тиыннан құралады. Мысалы күнделікті менде жастар болатын болса университетке барады, бір кола алады, дұрыс па? Бір гамбургер алады, 300 теңге, 400 теңге, 500 теңге. Соны егер кішкене болса да соны шектесе, ай сайын күн сайын 500 теңге қалтаңызда қалдыруға тырысып, соны жаңағы сіздің бір жерге жаңағы есеп шотыңызға аударып отырсаңыз, бір айдың ішінде сіз 15 000 жиналған 500 теңгеден байқамай қаласыз. Байқамай қалды. Ал ол 15 000-ді сіз күнде 200 теңге, 500 теңгені жинаған кезде ол кете береді, ол білмейді, кішкентай соңа білінбейді. А бірақ сол жиналған кезде бір айда қарасаңыз 15 000 жиналып қалыпты, ол керемет ақша. 15 000-нан жинаған сайын, мысалы жылдың соңында қанша ақша жиналады, оған сізде мемлекет 20% береді, 2% береді, сөйтіп тезірек жылдан жылға өсе береді. Сондай бір мақсат қойып үйренсе азаматшалар көбінесе жастар мақсатына тезірек жетеді. Енді қазір үнемшіл болу керек барлық жағы. Өйткені нарықтық экономиканың басты заңдылығы. Қатал дейікші. Өйткені қазаққа кейде келмейді осы, қазақтың мінезіне, кеңдігіне. Әлемдегі барлық осы күнделікті жақсы өмір сүруді үйрететін бизнес тренерлердің барлық қағидалар оқысаңыз, тапқан табысыңыздың 10%-ын сіз болашағыңызға қалдыруыңыз керек. Ол болашақтың ішінде сіздің үйіңізде болады, жалпы сіздің қамтамасыз етілген жаңағы егде жасыңыз, қариялығыңыз да болуы мүмкін да. Ол заңдылық. Соған біз бәріміз келуіміз керек, қалай болғанда да. Енді сіздің жаңа сөзіңізге 50%-іңіз бұл жаңа 50%-ін жинақтау жағына кетіп қалдық қой. Негізгі қолыңызда болса, ондай да бар. Ондай кісілерді біз жаңағы жедел несие алушылар, жедел клиент деп айтамыз. Себебі бір жағынан оларды сіздер ұнатасыздар ма, ұнатпайсыздар ма? Жоқ, бізге бәрібір. Бұл жерде жедел келген адамның несі, оның пайыздық мөлшерлемесі жоғарылау болады. Және де аяқ асты бірден болғаннан кейін. Бір нәрсені дұрыс осы жерде түсіндіріп кеткім келеді. Көпшілік айтады, мен 50% мұрагерлікке қалды, я болмаса көлігін сатып жіберді, я болмаса туысқандар көмектесті, 50% үй алды берді. Ол әкеп салды, жетпейтін 50% біз оған қосып береміз банктен, сөйтті қажет етіп отқан үйін сатып алды. Осы жерде бір мәселе не алады. Банкта жаңағы бізді көпшілігін алаяқтарсыңдар, мен ақшамды пайдаланып жатсыңдар, неге оның үстіне үстемақы төлеуім керек дейді. Осы теріс ұғым. Себебі біз қалай болғанда да мемлекеттік банкпыз, отбасы банк.
біздің айтып кеткен тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі туралы заң бар. Сол заңда көрсетілген сіздің ақшаңыз қалай болғанда осы жүйенің ішінде 3 жыл жату керек. Сондықтан 50%-ын әкеп салдыңыз ғой. Ол салған кезде сізді ол мысалы келген салғанымызды түсіндіру үшін ол сіздің депозитіңізде жатады. Сіздің ақшаңыз ешкім тимейді. Сізге қажетті үйді сатып алуға шұғыл түрде қазір ақша керек қой. Яғни сізге қажетті 100% ақшаны үй сатып алуға банк өз қалтасынан береді. Сөйтеді де сіздің жатқан депозитіңізді пісіреді, қазақша айтқан кезде. Оған мемлекеттен 3 жыл бойы сыйақы жүреді, банктен жаңағы 2% сыйақы. Сөйтіп 3 жыл жүйеде жатқаннан кейін сіздің алған 100%-іңіздің 50%-ын сіздің депозитіңізбен жабамыз. Сөйтеміз де қалған 50%-ды сіздің пайыздық мөлшерлемеңіз төмендейді. 3 жыл жинамаған айырмашылығы осында. 3 жыл жинаған кезде сіз бізден банктен жетпейтін, яғни сіздің уже 50%-ын жинадыңыз, 50%-ын аласыз, ал бірден әкеп салған кезде сіз 100% несие аласыз. Түсіндіңіз бе? Айырмашылығы осында. Және де жаңа 50%-ға жетпейтін алғашқы жарнаны бірден салып алатын бағдарламалар бар. Олар енді көпшілігі мемлекеттік бағдарламалар. Қазір шаңырақ бағдарламасы жүріп жатыр. Ол жерде яғни 10%-ын салсаңыз жеткілікті, жинасаңыз жеткілікті. Қалған жаңағыдай жетпейтін ақшаны біздің банктен жеңілдетілген шартпен аласыз, бірақ оған мемлекет арнайы ақша бөліп отыр. Түсіндіңіз бе? Солай артықшылық сонда. Ал енді алда жаңа жыл, 2021 жыл. Қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар күтілуде? Енді мынау өзіңіз бері отбасы банк болып, біз атымыз өзгергенмен айттым, атымыз өзгерген жоқ. Логотип ше айтпақшы? Логотип өзгерді. Біз жоқ. Осы жылдың басында жалпы егер халық көпшілігінде жаңағыда байқамаймыз ғой. Біздің мынау түске байланысты, иә, оны байқадым, иә, түске байланысты, біздің логотипке байланысты біз бұл жұмысқа жоспарлы түрде жұмыс келді, бұл өзгерді. Бұл енді ары қарай өзгермейді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі деген атау ғана. Бұл жерде логотипіміз мынау біздің торговый марка ретінде ол алып қалған. Енді тек қана отбасы банкі деген қосылады. Түс бойынша жаңағы біздің бренд қағазымыз, бренд кітабымыз бойынша бұл өзгермейді. Аты тек қана тұрғын үй құрылыс. Тудың түсі. Тудың түсі, тудан шамалы өзгешелеу. Сәл ашықтау ма деймін? Иә, Тиффани деп аталады. Қазақшасын Тиффани қалай аударылатын енді жасыл екен белгілі ғой, бірақ көк деуге болады ма, қалай деп айтылады? Көк. Ашық жасыл деуге, ашық жасыл деуге, ашық көк деуге болмаса солай деп айтылады. Бұл өзгермейді. Енді сондықтан бізге қосымша үлкен функциялар беріліп жатыр. Біздің алда тұрған отбасы банкінде алғашқы жылымыз болады, оңай болмайды. Себебі жылдар бойы жұмыс істеп келген әкімдіктер жүргізген кезек тұрған азаматтарды енді әкімдікке бармайды. Тек бізге келетін болғандықтан біз үлкен функция тұр. Ол бір, біз сол көпшілігінде осы 21 жыл менің ойымша біздің банк осымен айналысамыз көпшілігінде. Қалған біздің нарықтық бағдарлама бәрі жүре береді. Екінші үлкен бізге түсетін операторлық, мысалы мынау бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан. Айтпақшы, осы туралы толығырақ айтып беріңізші. Сол өзіңіз білесіз, соған қазір өзгерістер енгізіліп жатыр. Заң кеше ғана Сенаттан өтті, енді президент қол қойса, келесі жылдан бастап, яғни еліміздің белгілі азаматтар саны, кімнің жаңа жеткіліктік шегі бар, белгілі мөлшерде ақшасынан жоғары жинаған ақшасы болса, соны пайдалануға мүмкіндігі бар. Осы жұмысты да егер біз жаңағыдай оператор болып табылатын болсақ, анықтаса, енді ертең заң шыққаннан кейін, сәйкесінше ол кезде осы жұмысты біз жүргіземіз. Бұл жұмыста сіздерге қарайды сонда. Сол кезде бұл осы екі үлкен жұмыс біздің алдымызда тұрған үлкен міндет десек болады. Бір жағынан ол біздің банкке, отбасы банкіне сын деп қарауға болады. Өйткені осыдан біз қалай өтеміз. Осыдан енді барлық жағынан мүмкіндігіміз кадрлық жағынан болсын, біліктілік жағынан болсын, бүгінгі таңда Құдайға шүкір, техникалық қамтамасыз ету жағынан барлығы бар. Сондықтан мен ойлаймын, біз бұдан енді сүрінбейтін тұяқ болмайды, бірақ сонда да болса да мен түсіндірме жұмысына көбірек ден қоясыздар. Ден қоямыз, өтеміз, істейміз, Құдай қаласа. Осындай үлкен екі мақсат келесі жылда тұрған. Енді айналып келген кезде осы кезек тұрған азаматтар осынша зейнетақы қоры емес, біздің күнделікті істеп жатқан жұмысымыз, оны ары қарай жалғастырамыз. Сондықтан осы жинақ жүйесіне сенім артып, үйлі боламын деген азаматтарды мен қайта осы сіздің эфиріңізді пайдаланып, тағы да айтар едім, келіп хабарласып, біздің толық мүмкіндігімізді пайдаланып беріп тұрған үйлі болуға бір қадам жақын болыңыз, арманыңа бірге жетсін деп айтар едім. Расында да мобильді қосымша бар, сайт жұмыс жасап тұр, агенттер бар. Сондықтан қазір барлығы солай жеңілдетілген, кез келген адам бір 5 минутын
бөлсе, көптеген ақпаратпен қанық болар еді. Қанық болады. Сосын жаңа зейнетақы қорына байланысты енді кішкене айтып кету керек шығар. Қазір енді жалпы бұл өте өзекті мәселе қоғамда. Ол әр отбасыда күнделікті шайдың басында, асханада отырғанда бұл талқыланып жатқан нәрсе. Оны жасырудың қажеті жоқ. Бәрімізде отбасымыз ғой. Бәрімізде ағайын бар, дос бар. Бәрін қызықтыратын осы мәселе. Мен кіре аламын ба, кіре алмаймын ба, кірген жағдайда қай санатқа біз жатамыз деген сияқты. Ақшамыз жете ма, жетпей ма? Сондықтан біріншіден егер біз осы жұмысты ары қарай оператор ретінде жалғастыратын болсақ, бұл жерде көпшілігінде онлайн форматта өтеді. Яғни сол платформада біздің жаңа сайтқа кіріп, біріншіден жаңағы бірыңғай зейнетақы қорына кіріп, сіз өзіңіздің зейнетақыңызды көре аласыз. Қазір смартфонда да көруге болады. Келіп тұрады барлық хабарламалар. Қазір таңда жарияланған жаңағы жеткіліктілік шегі деген бар, порог достаточно. Соның үстінде қанша ақшаңыз болса, өзіңіз білесіз. Соны тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы біріншіден басқа банкіден алынған ипотекаңыз болса, соны жабуға мүмкіндік болады. Я болмаса алғашқы жарна ретінде пайдалануға, несие алу үшін пайдалануға болады. Я болмаса жер учаскесін ертең артынан сол жерге үй салу мақсатымен сатып алуға мүмкіндігі болады. Содан кейін қайта қаржыландыруға мүмкіндік болады. Және де бесінші мақсат бұл жаңағыдай денсаулықты түзетуге, емделуге деп айтып жатыр. Осы 5 мақсатқа сәйкесінше пайдалануға болады. Енді қазір ертең 1 қаңтар күні бұл жұмыс басталып кетеді деп айту енді ертерек шығар. Себебі рас 21 жыл басталады деп айтып жатыр. Бірақ қалай болғанда да ертең президент мырза қол қойғаннан кейін, өздеріңіз білесіз, жұмыс істеп тұрған осы заңнамалық актілердің жұмыс істеу қолданысқа ену заңдылығына сәйкес, одан кейін осы жүйені ары қарай жұмыс істету үшін тиісті үкіметтің қаулысы шығу керек. Дайындалып жатыр. Бірақ ол да қабылдануы бар, ол да тексеруден өтеді, талай сараптама өтеді, ол да кішкене уақыт ұстауы мүмкін. Одан кейін мысалы жаңағыдай емделу деп жатырмыз. Емделуге, яғни біздің банкіміз ешқандай қатысы жоқ, бірақ біз оператор болғандықтан оның қай мақсатқа, оның жаңағыдай мақсаттылығын тексеру бәріне, мысалы денсаулық министрлігі өзінің ішкі ережесін жасап қойды деп жатыр. Енді ол да жасалу керек, ол да сараптама өту керек, оның сәйкесінше тиісті министрдің бұйрығымен бекітілу керек. Жұмыс көп. Сондай жұмыстар басталғаннан кейін енді ол енді келесі жылдың осы қаңтар айының еншісінде бірге көрерміз деп ойлаймын, Құдай қаласа. Енді бастысы жаңалық көп екен, және де олардың барлығы жүзеге ассын, және де сіздерге шыдамдылық тілейміз. Оңай емес шаруа. Түсіндіру деген өте қиын қазіргі уақытта. Барлық желілерде де, барлық телеарналарда да сіздердің жаңалықтарыңызды көріп отырайық. Менің ойымша дер кезінде уақытылы алған ақпарат, ең басты түсіне алған адамға ол өте пайдалы ғой деп ойлаймын. Уақыт бөлгеніңізге рахмет тағы да.